ауласы тупой нәрсе ол. Покалушник болып қалдың ба? Сонда не істеу керек? Сонда әйел тұру керек па, тебу керек па? Боқтап үйден шығу керек па? Не істеу керек? Сен көңілден шығу. Жаманның жолдасы көп, жәніне пайдасы жоқ деген сөз бар. Сен сасық нәскиіңді, чуаш нәскиіңді, сенің өліп кеткен досың жумайды ешқашан. Сенің тап-таза іш киіміңді ешкім жумайды, әйел ғана жуады. Енді совсем подкаблучник болсаң өзің жуарсың енді. Бірақ бәрі сонымен бірге жуасың, үйде жуасың. Сол үшін араласатын адамды дұрыстап таңдап араласыңыздар. Достындарды осы екен деп, семьяны бұзып, сол жаңағы жігіттер, ол қызыл кітапты үйден шығарып ал, ол әйелімен болсын, қайта сонымен жүрсін. Дұрыс, сен әйеліне қара, ол аманат, достар аманат емес, қандай дос болса да. Бірақ әйел, жар, бала, ол аманат болады.